Ал Әсем апай, қош келдіңіз балаларыңызбен. Бүгін енді сізге Қарекет қайырымдылық қоры тосын сый жасаған екен. Мына екі әдемі шарды көріп тұрсыздар. Осы шардың бірін жарыңызшы. Бұда болмады. Мына шарды жарып көріңіз. Бәрекелді. Міне сізге арнайы Аллах тағаланың қалауымен 236-шы Қарекет қорынан 236-шы баспананың кілті Әсем апайымызға табысталды. Тұрағың болатын барма мекен, 5 күндік бұл дүние. Осы 1000 теңгеге баспана атты Қарекет қорының ұйымдастырып жатқан үлкен шараларына атсалысайық. Мына кілт, мына еңсесі биігі сіз үшін және өзінің кітабына балаларыңызға табыстайын. Ау, көсілсем көмейімнен жырағылар, кеудемде қар өлеңнің бұлағы бар. Қарекетпен ұялған әрбір адам қуанғаннан көк қатсын тымағын ал. Алғыс айтам ардақты ағаларға, атқа қонса алаштай ұраны бар. Алғыс айтам асқартау аталарға, аузында Алла қолында Құраны бар. Алғыс айтам осындағы аруларға, күлімдесе көзінің шуағы бар. Басиып алғыс айттым аналарға, табанының астында жұмағы бар. Ау, сауапты жасайтұғын сана берсін, сауапты іске қалың жұрт баға берсін. Қалың елім қазағым, қайран жұртым, Қарекетке қаражат сала берсін. Қарекетке салынған қаражаттан көп балалы аналар үй ала берсін. Көп балалы аналар алған үйдің ішіне ырыспақта тола берсін. Қарекетпен кеп жатқан бұл баспана өзімен ырыспағын ала келсін. Ассалаумағалейкум, қазақ елі, қазақ халқым, барлықтарыңызға Алла разы болсын деймін. Және де осы Қарекет ұжым басшылығына, Гүлмира Мұханқызына алғысым шексіз. Көп рахмет айтам. Алла разы болсын. Өз-өзіме сенбей отырған секілдім әлі. Баспанам барына Алла разы болсын деген келді. Сіздерге рахмет. Біздің арманымызға қолсын созғандарыңызға. Енді біздің өзіміз отбасымыздың өзіміз баспанамыз бар. Сәлем достар, армысыздар қазақ жұрты. Міне, Қарекет қорының ұйымдастырған 1000 теңгеге баспана атты акциясы Қазақстан бойынша 236-шы баспананы сыйға тартып жатырмыз. Бұл сіздердің ыстық ықыластарыңыздың арқасында. Бұл игілікті іс-шараны барша қазақстандықтарға жолдаймыз.